номер 60 жалпы білім беретін орта мектепте жұмыс жасайтын ұлағатты ұстазымыз Айдолла ағай кезінде маған ұстаз болды. Мен өзімнің кішкентай кезімде Қаратпақ ауылында оқып өстім. Сол кезде Жүсіша дейді ғой. Сол жерде ағай қазақша күрестен жаттықтырушы болды. Ол шамамен 94, 95, 96 жылдары болды. Шамамен ол кезде 5-6 класста оқимын. Ағайдан тәлім-тәрбие алып, сол кісінің тобында біздер күреске қатысып жүрдік жас бала кезімізде. Енді ағайды сол кішкентай кезімізден білеміз. Осы спорт саласын дамытуға қосқан үлесін білеміз. Осындай ағайымыздан тәлім алып өскенімізге өте қуаныштымыз. Ағайымызға біз мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Елімізде Айдолла ағай сияқты ұстаздар көп болса, біздің еліміз кез келген салада дүние жүзінде алдыңғы қатарда болатын еді. Оның ішінде спорт саласынан да ағайдың тәрбиелеп өсірген шәкірттері өте көп. Ол шәкірттердің бірі ол мен. Енді осы ағайымызға тек алғыс айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Барлық ұстаздарымыз, әсіресе ер азаматтар, жігіттеріміз Айдолла ағай сияқты өзінің еңбегін сүйетін болса, талай көптеген чемпиондар тәрбиелеп, еліміздегі спорттың дамуына көп үлес қосар еді. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарды, бара жатыр қос қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан өте. Мен Бекпанов Айдолла Тұрғынұлы 1961 жылы 26 тамызда дүниеге келдім. 1968 жылы Қаратпақ орта мектебіне алғашқы мектеп табалдырығын аттадым. Және де 1978 жылы 10 жылдық мектепті бітіріп, әскер қатарында болдым. Әскер қатарынан келгеннен кейін қалада 2 жыл жұмыс істеп, темір жолда Қарағанды физкультурный техникумына түсіп, 1988 жылы бітіріп шықтым. 2008 жылы Ақтөбе Жұбаров атындағы институтты бітіріп, сырттай бөлімде алғашқы ұстаз болып жұмыс істеген кезім. Қазір осы кезге дейін сол ұстаз болып жұмыс істеп келатырмын. Қазір осы Ақтөбе қаласындағы 60 жыл жалпы білім беретін орта мектепте мұғалім болып істеймін. Осы кезге дейін бірнеше жетістіктерге жеттім. Қалалық, облыстық және де республикалық